Қайырлы күн ағайын, бүгін сіздерге міне домбыра тартудың оңай әдісін айтатын болам. Бұл яғни сандар арқылы санап табу. Домбыраның мына пернесінен тек сандарды санап тауып отырасыздар. 1, 2, 3, 4 деп. Қазір міне мына қағаздан қалай тарту керек түсіндіретін болам. Міне яғни міне кездесерміз біз әлі әні. Сандар жазылған, міне 7 саны, 7, 3, 3. Мысалы, мына жерде 7 жазылса, домбыраның 7-ші пернесін басамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан басамыз. Сосын бас бармақпен тартамыз, міне. Бұлай. 2 рет тұр, 7, 2 рет тартамыз. Сосын міне 7, 7, 7, енді 3, 3. Мына қағыстар әзірге керегі жоқ. 0-ден енді бастайтын адамдарға қиын болып кетеді. 7, 2 тұр, енді 3, 2, 1, 2. 3-ті 2 рет тартамыз. Яғни 2 рет тұрса 2 рет тартамыз. Санаймыз домбыраның пернесінен. 1, 2, 3. Саусақтың ұшымен мына сызықтың алдынан басасыздар. Бірінші саусақпен. Қаттырақ. 2 қағыз. Жаңағы қосамыз енді. 7, 7. 3, 3. Қостық. Түнгі аспанда. Осындай әуен шығады қосқанда. Көрдіңіздер ме? Мына тек сандарды басып отырасыздар. 7, 7, 3, 3. Енді екінші сан. 2, 2. 2, 2. Сосын 0, 0. 0-ді баспаймыз. Сонда барлығын қосқан кезде әуен шығады міне. 7, 7, 3, 3, 2, 2. Міне. Қараңыздар. Сосын 2, 3, 7. 2, 3, 7. Сонда болай. Осындай көрдіңіздер ме? Міне осы әдіс арқылы үйрене аласыздар. Міне осындай домбыраны оңай тарту схемасы. Қазпошта арқылы жібереміз. Тапсырыс беріңіздер. Профилда номер тұр. Сол WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. 5 әнді жібереміз. 5 әнді 2500 теңгеге. Осы әдіс арқылы тез үйреніп кете аласыздар. Ал сәттілік.